Мұсылмандардың басты мерекесі құрбан айт келді. Жалпы, кім құрбан шалуы керек? Құрбандыққа шалынатын мал қандай болу керек және ол қайда шалыну керек? Осы туралы айтатын боламыз. Кім құрбан шалуы керек? 15 жасқа толған, дін бойынша балиғат жасындағы, ақыл есі түзу, зекет беретін мал-мүлік мөлшеріне ие, жолаушы емес әрбір мұсылман құрбан шалады. Бұл жерде зекет дегеніміз 85 грамның алтынның құнына тең келетін қаражат. Бірақ бұл қаражаттың жыл бойы қолда болуы міндетті емес. Құрбан айтты қарсаңында болса да жетіп жатыр. Мұндай қаржысы болмаса да, өзгелермен бірлесіп, ірі қара шалса, не жеке өзі қой шалса игі болады. Яғни дұрысы осы. Құрбандыққа шалынатын мал 15 жасар түйе, 2 жасар сиыр, 1 жасар қой немесе ешкінің еркегі де ұрғашысы да шалынады. Мал ақсақ, тоқсақ, арық, соқыр, құлағы жоқ болмауы керек. Айтпақшы, мүйізі де бүтін болғаны шарт. Разылыққа жету үшін дұрыс мал сойылуы тиіс. Құрбандыққа шалынатын жерге малды ұрмай-соқпай апарып, малды құбылаға қаратып, сол жағымен жатқызады. Мал бауыздаймай тұрып аят оқылады. Аят білмесеңіз, дұға оқуға болады. Оқып болған соң Аллаху акбар және ля иляха иляллах деп малды абайлап бауыздайды. Абайлап дегеніміз пышақты жалаңдатпай, малдың көзінше пышақ қайрамайды. Оң қолмен биссимилля Аллаху акбар деп бауыздайды. Малын басқа адамға бауыздатқан адам да биссимилля Аллаху акбар деп айтады. Малдың жаны шығып болғанға дейін оның терісін сыпырмайды және қаны толық ағып біткенін күтеді. Құрбан шалғанға дейін де, кейін де сол жер таза болуы тиіс. Бұл құрбан құлшылығына деген құрмет. Құрбан шалудың уақыты құрбан айттың бірінші күні айт намазынан кейін басталып, айттың үшінші күні ақшамға аз уақыт қалғанға дейін жалғасады. Жарық жерде шалынғаны абзал. Жарығы жоқ болса, түнде шалына береді. Айтқа арналған мал құрбан айтта бауыздалмаса, малдың өзін садақа ретінде атаған жөн. Құрбан айт намазына белгілі бір себептермен бара алмай қалған адам, намаз оқып болатындай уақыт өткеннен кейін құрбан шала беруіне рұқсат етіледі. Құрбандыққа шалынатын малдың еті кез келген адам құрбандық етін жеуіне болады. Малдың еті 3 бөлікке бөлінеді. Солай таратылады. Бір бөлігі туысқандарға, көршілерге, екіншісі мұқтаж жандарға, үшіншісі өз бала-шағасына. Дегенмен малдың етін кедей мұқтаждарға таратып беруіне болады. Құрбан айт күнін қалай қарсы алу керек? Қасиетті күні жуынып, таранып, таза киім киіп, үстіне хош иісін сеуіп, айт намазына барған жақсы амал болып саналады. Намаздан кейін мал сойылып таратылады. Айт құтты болсын деген туған туыс, көрші қолаң аралайды. Қонақ қарсы алады. Барынша жайдары болып, ренжіскен адамды кешірі табысады. Ауырған адамның көңілін сұрап, жетім жесірге қол ұшын беріп, жақындарына, жора жолдастарына сәлем сауқыт, сый-сияпат жасаған жөн. Осылай адамдардың бір-біріне деген сыйластығы артады. Құрбан айтты абыроймен қарсы алайық жамағат. Барлық дұға тілектеріміз, шалған құрбандығымыз қабыл болсын.